Салим, достар! Менің жаңа сабағыма қош келдіңіздер. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мое новое видео. Это рубрика «Казахский язык. Фразы для общения на каждый день». Для самого лучшего результата обязательно говорите все вслух. Хорошо? Жақсы ма? Договорились? Жарай ма? Келістік пе? Олай болса, біз бастаймыз. Сан есім, имя числительное. Имя числительное – это часть речи, которая обозначает количество и порядок следования предметов. Да? Например, 1, 2, 3 и так далее. Для начала давайте вспомним числа от 1 до 10. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10. Өте жақсы. Дальнейший счет очень прост. К слову 10 прибавляется любое из вышеназванных чисел. Например, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Все эти числительные обозначают количество и отвечают на вопросы «Қанша?» «Неше?» «Сколько?» «Қанша?» «Неше?» «Тамаша?» А вот десятки необходимо запомнить. Жиырма 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Өте жақсы. А как же по-казахски сказать 200, 500, 1000, 3000? Проще не бывает. 100, 100. 100, 100. 200, 200. 300, 400, 500. 600, 700, 800, 900. Дальше 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Өте жақсы. Теперь давайте 25. Как будет 25? Өте жақсы. Жиырма 5. 307, 300, 7. Как будет 5006? 5000, 5000, 6, 5000, 6. Тамаша. 1982. 1000, 1000, 900, 982. Тамаша. 489, 489, 489. Өте жақсы. Как будет 77, 77, 77. Өте жақсы, достар. Енді сағат бойынша уақыт. Время по часам. Который час? Сағат неше? Который час будет сағат неше? 5 часов. Сағат 5. Сағат 5. В час. Сағат 1-де. Сағат 1-де. В 5 часов. Сағат 5-де. В 6 часов вечера. Вечер это кеш, я? Кешкі сағат 6-да. Кешкі сағат 6-да. 10 минут второго. Бірден 10 минут кетті. Бірден 10 минут кетті.
без 25. 20 минутсыз 5. 20 минутсыз 5. Есть еще второй вариант. Беске 20 минут қалды. Беске 20 минут қалды. Половина второго. Сағат 1:30. 1:30. Без четверти 2. Сағат 2-ге 15 минут бар. Немесе 2-ге 15 минут қалды. Без четверти 2. 2-ге 15 минут қалды. Ровно 2 часа. Ровно будет на казахском тура. Ровно 2 часа будет тура 2 сағат. Немесе сағат тура 2. Полдень. Тал түс. Тал түс. Түс. Өте тамаша. Әрі қарай. Полночь. Түн жарымы. Жарым түн. Түн жарымы. Жарым түн. С 2 до 3. 2-ден 3-ке дейін. 2-ден 3-ке дейін. Около 10. Около будет шама. Около 10 будет ондар шамасы. Ондар шамасы. Скоро будет 2 часа. Сағат 2 болады. Сағат 2 болады. Идем дальше. В котором часу? Сағат нешеде. Сағат нешеде? В 9 часов утра. Сағат таңғы 9-да. Сағат таңғы 9-да, немесе таңғы сағат 9-да. Таңғы сағат 9-да. В 9 часов вечера. Утро значит таң, вечер кеш. В 9 часов вечера будет кешкі сағат 9-да. Кешкі сағат 9-да. В 2 часа дня. Күндізгі сағат 2-де. Күндізгі сағат 2-де. После обеда. Түстен кейін. Түстен кейін. Ровно в 7. Тура 7-де. Тура 7-де. Около 7. Жетілер шамасында. Жетілер шамасында. Не раньше 7. 7-ден ерте емес. Не раньше будет ерте емес. 7-ден ерте емес. А после кейін. После 7 вечера. Кешкі 7-ден кейін. Кешкі 7-ден кейін. Между 6 и 7 вечера. Кешкі сағат 6 мен 7-нің арасында. Кешкі сағат 6 мен 7-нің арасында. Өте жақсы. Идем дальше. Я приду, приеду в 6 часов. Приду, приеду будет келемін. Келу, я прийти. Мен сағат 6-да келемін. Мен сағат 6-да келемін. Я приду, приезжаю в 10 утра. Мен таңғы сағат 10-да келемін. Мен таңғы сағат 10-да келемін. Я ухожу, уезжаю в 8 вечера. Уехать, уезжать будет кету етістігі. Мен кешкі сағат 8-де кетемін. Мен кешкі сағат 8-де кетемін. Через час. 1 сағаттан кейін. 1 сағаттан кейін. 3 часа назад будет 3 сағат бұрын. 3 сағат бұрын. 2 часа назад. 3 часа назад. 3 сағат бұрын. 2 сағат бұрын. И так далее. После 2. 2-ден кейін. 2-ден кейін. У меня нет часов. Менде сағат жоқ. Менде сағат жоқ. Достар, баршаңызға рахмет. Всем пока-пока.